Сәлем достар, бүгін ішек қарыннан қуырдақ жасаймыз. Алдымен ішек қарынымызды бір рет қайнатып аламыз. Неке қайнады, қарынды кішкене тағы қайнатамыз, өйткені қатты. Неке дайын, барлығын осылай майдалап турап аламыз. Және де құрғақ қазанға қуырамыз, өйткені өте майлы. Жарты ас қасық тұз салып, 1,5 сағат бұқтырамыз. Картоп, сәбіз және пиязын дайындап қоямыз. 1,5 сағат өтті. Енді сәбіз, картопты салып 20-25 минут бұқтырамыз. Пиязын салып 5-10 минутқа бұқтырып аламыз. Қуырдағымыз дайын. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.